أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Баршаңызға Құдай тағаланың мейірімі жаусын, нұры жаусын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Аллаху субхана ва тағала еліміз Қазақстанға, отанымызға, халқымызға тыныштық нәсіп етсін. Құдай тағалам елімізді түрлі апаттардан, түрлі фитна бүліктен, соғыстан Алла өзі сақтасын. Осы ынтымағымыздан, осы тыныштығымыздан Алла тағала айырмасын. Қасиетті жұма баршаңызға берекелі болсын, мұбарак болсын. Қандай дұға тілектеріңіз болса, армандарыңыз болса, Алла қабыл етсін, иншалла. Бүгін сондай ерекше қасиетті күн, дұғалардың қабыл болатын, иісі мұсылманның сондай ерекше амал жасайтын қасиетті күні. Пайғамбар саллаллаху әрдайым айтамыз ғой, сондай бір жұма күнде бір сәт бар, кімде-кімнің құлшылығы, дұғасы сол сәтке сәйкес келетін болса, оның дұғасы кері қайтарылмайды, яғни қабыл болады деген. Бірақ ол сәт жасырылған. Неге жасырған? Ең басты себебін айтып жүрміз. Біз көбірек не істеуіміз керек? Құдай тағала құлшылық қылуымыз керек. Көбірек дұға жасауымыз керек. Көп сұрауымыз керек Құдай тағаланы. Әйтеуір сол бір көп жасаған дұғамыздың, құлшылығымыздың біреуі болмаса біреуі сол сәтке сәйкес келер ме деген үміт қой, түсініп тұрсыз ба? Сондықтан да ардақты ағайын, Аллаху субхана ва тағала осы бір сәтке біздің құлшылығымыздың, дұғаларымыздың сәйкес келуін Алла нәсіп етсін. Өмірдегі сіз бен бізге ең жақын адам, өмірде бүкіл денсаулығын да сол өзінің бала-шағасы үшін қиятын, өмірін де соған сарып қылатын, ақшасын да соған сарып қылатын, нерв кетеді қаншама, уайымдайды, түнін соған қият, күні-түні сол уайым, сол бала-шағасын уайымдайтын Құдай тағаланың құлдары біздердің ең жақсы көретін, ең алтын дүниедегі асқартау әкеміз және анамыз. Бүгінгі тақырыбымыз сол перзенттің ата-анасының алдындағы міндеттері деген тақырып. Бұл тақырып шындығында өзі жылына бір рет айтып жүрген тақырып қой. Соның бір сәті келді, көптен бері қозғалмаған тақырып. Және бұл актуалды мәселе қазіргі таңда. Өкінішке орай өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Бәлкім сезіп те жүрген шығарсыздар. Үйіңізде сол проблема бар шығар. Өкінішке орай қазіргі таңда қыздарымыз бен балдарымыз қолдарына телефон ұстағалы бері, әсіресе телефон, интернет, мынау неше түрлі интернет желілерінде көп пайдаланған сайын не істеп бара жатыр? Үлкенге, ата-анаға деген құрметтер кетіп бара жатыр. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Өкінішке орай қазіргі балалар тыңдамайды. Қазіргі қыздар өкінішке орай шешесінің, әкесінің тілін алмайды деген осындай уәждер көп па? Көп. Осы бір сұрақтың жауабын беру үшін де неше түрлі психологтар да көбейіп кетті қазір. Коучтар да көбейіп кетті, басқа да көбейіп кетті. Ол психологтың ішінде жарайтыны бар, жарамсызы бар. Әйтеуір ақша табу үшін, біреудің сол қайғысын сейілту үшін, сол проблеманы шығару үшін әйтеуір бір 5-6 кітапты оқып алады да, білмеймін, семинарға бірден қатысып алады да, келіп ақыл айтып отырады да. Шындығында дінімізде бәрі жатыр ғой. Дінімізде барлығы жатыр. Әрине, бұл мәселеде қаншама айтылып келе жатыр ғой. Біз көпшілікке топырақ шашпаймыз. Аллаға шүкір, әлхамдулилля, әке шешесін де сыйлайтын, Құдайдан да қорқатын, пайғамбарын да жақсы көретін жастарымыз өсіп келе жатыр, әлхамдулилля. Біз талай айтып жүрміз, осы мешітіміздің 90-ында, білмеймін, 5% бәлкім жастар шығар. Одан да көп болмаса. Әлхамдулилля, қыздарымыз, балдарымыз намазға жығылып жатқан, олар өзінің әке шешесін, әрине Құдайдан қорқатын, намазын оқып жүрген адам не істейді? Өзінің әке шешесін жақсы сыйлайды. Әрине ілуде арасында болып қалады, кейде естіп қаласың, кейде сол ата-ана жылап бізге келіп қалады, кейде менің балам намаз оқиды, бірақ не істейді? Өкінішке орай маған қол көтереді, маған сөз айтады қатты-қатты, намысыма тиеді, құрметтемейді, өзінің әйелін сыйлайды, құрметтейді, бірақ не істейді? Өзінің шешесін құрметтемейтін сондай жастарды да кездестіріп жатырмыз. Оның үшін намаз оқысын, оқымасын. Бірақ мұсылман адам, қазақтың баласы сол ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген сөздің қадірін түсінген халықпыз ғой негізінде, солай ма? Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің. Көбінесе жастар түсінбейтін себептердің бірі сода. Бірақ ол деген сөз
бала кезде ата ананың қадірлеуді білмейді деген сөз емес ол. Бірақ шындығын айтып жатыр да қазақ. Нағыз ата ананың шынайы қадірін қай кезде түсінесің? Өзің балалы болғанда түсінесің, өзің қызды болғанда түсінесің. Басыңа келеді өйткені. Не істейді ол? Әсіресе ана жақсы түсінеді да. 9 ай 9 күн толғатып, қиналып, оны көтереді. Солай ма? Түн ұйқысын 4 бөліп, не істейді? Әсіресе шешелер, аналар соны емізеді, соның жылағанына артындағы нәжісін тазалайды, жуындырады. Ол қаншама еңбектеп жүргенше қаншама ол бала ауырады, оның тісі шығады, температурасы көтеріледі, солай ма? Шеше байғұс не істейді? Осы кезде өзінің анасының қадірін жақсы түсінеді да. Мен де қазір 5 баланың әкесімін. Әлхамдулилля, сол әке шешеміз, марқұм болған әке шешемізді аңсаймыз, сағынамыз, олар үшін дұға қыламыз. Субханалла, ондаған баланы қалай бағып қақты дейміз да қазір, соның басымызға түскеннен кейін. Есімде Алматыда ол кезде медреседе қызметтеміз, ұстазбыз. Сол кезде ең алғаш ұлым дүниеге келді деген хабар естіген кезде енді қасымда да сол кезде шәкірттер жүр, есімде аспанға секіргенмін, қуанышым соншалықты қойныма сыймай. Шәкірттердің бәрі аң-таң жаңағы ұстаздың аспанға секіріп жатқанын түсінбей қалды ғой енді. Сосын кейін барып түсінді ғой. Олды болдым дегеннен кейін барып. Сонда қызық, арадан бірнеше ай өтіп кеткен ғой. Бірнеше ай өтіп кеткен, бірақ әлі әке екендігімді ұмытып кеткен ғой жаңағы. Сөйтіп жаңағы үйдегі келіндеріңіз тапсырма береді, базарда бірден ала кел дейді ғой. Сол балаға бірден керек болады сол кезде. Балжон киме бірден қосымша бір зат керек болады. Сол тамақтарды алам, продукт алам да, бірақ баланы ұмытып кетемін. Өйткені әлі әке екендігін сезіне алмай жүрмін да, көрдіңіз бе? Мен ұлым бар-ау, мен балам бар-ау деген сияқты әлі сол жас бала болып тұрмын ғой енді. Сонда есіме түсірген нәрсе, шығып бара жатқан кезде базардың кіре берісінде бір жаңағы балалардың киім сататын бір дүкенге көзім түсіп кетті да. Соны көрген кезде барып есіме түсіп жатыр ғой жаңағы. Мен әке екенмін ғой. Айтпақшы, мен балама ана киім алуым керек екен ғой деген сияқты. Жауапкершілік десе сол кезде басталды да, көрдіңіз бе? Қарапайым бір мысал беріп жатқан себебім, әлгі ата-ананың қадірін бала болғанда білесің деген сөз осында жатыр да. Неге? Себебі толғаттым жаңағы, қиналдым. Түн ұйқымды 4 бұздым, солай ма? Ол бала киінеді, ол бала тамақ жейді, қаншама еңбек ету керек, солай ма? Ол баланы тамақтандырудан да маңызды нәрсе тәрбиелеуді айтсаңшы, тәрбие беру. Оған тіл шыққанша қанша қиналасың, тіл шыққаннан қанша қиналасың. Одан кейін жүріп бастады, оқу, мектеп, балабақша. Өскеннен кейін одан сайын, бала үлкейген сайын өз проблемада үлкей береді деген ғой. Солай ма? Әсіресе қазіргі таңда өте қиын болып тұр. Қазіргі таңда айнала фитна, бүлік, күнә өте көп. Мына телефон деген нәрсе бермесең тағы басқа бір түрлі, берсең тағы проблема. Өкінішке орай сондай бір замандамыз қазір. Бала есейген сайын оны басқарып тұрып ұстап тұру өте қиын нәрсе. Бірақ бола ма? Болады. Сол бала сол әке шешесін өмір бақи құрметтеуге, өмір бақи сыйлауға міндетті. Дініміз бойынша ата-анаға құрмет жасау парыз, ардақтаған. Міндет. Ата-ананы ренжіту дінімізде харам нәрсе. Шариғатымыз қарттар үйіне апарып тастау былай тұрсын. Жекіп әке шешен, жақында бір әке келді маған. Жақында бір әке келді. Оның баласы енді 60-тан асқан кісі ғой жаңыз. Әкесін ұрады екен де баласы. Сенесіздер ме? Әкесін сабап ұрады кәдімгідей үйінде. Сонда ол бармаған жері жоқ. Мен айтам, участковый шақырмайсың. Шақырдық талай дейді, мәселе жоқ. Енді балам болғасын қайда барам мен дейді, ол қимаймын дейді. Сөйтіп енді сізге келіп тұрмын, не шешесі дейді ғой жаңағы. Мен не шешем енді? Қалай аламын? Сөйтіп қарасаң, бала кездегі тәрбие дұрыс болмаған да. Әке не істеген, балаға тәрбие бере алмаған. Имандылыққа тәрбие бере алмаған. Әке ішкен, әке қыдырған, әке вақтыда жүрген, баланың тәрбиесіне қарамаған. Сондықтан да ардақтағайын, құрметті әкелер, құрметті аналар, мынау камераның ар жағында аналар тыңдайды ғой. Соларға айтарым, егер бала өскенде, есейгенде сізді құрметтесін десеңіз, бала кезде оған не істеңіз? Тәрбиені беріңіз. Бала кезде оған көңіл бөлу керек. Әке де, шеше де өзінің мейірімін сол балаға беру керек бала кезінде. Бала кезінде бермесеңіз, өте қиын болады өскен кезде. Әрине, мынандай да мәселе бар. Мен бала кезде оған бүкіл нәрсені бердім. Намазда үйреттім, басқанда үйреттім, Құранда үйреттім, тәрбиені де бердім, мейірімді төктім. Бірақ бала осындай болып шықты. Шығу мүмкін бе? Шығу мүмкін. Бірақ бәрібір көк пен жерде айырмашылығы болады. Сен баланы тәрбиелеп өсірдің, сондай баланың және тәрбие көрмеген баланың арасында деген үлкен айырмашылық болады.
Бұны біз мойындауымыз керек, бұны білуіміз керек. Мына өздеріңіз де білесіздер. Неге десең, ол бәрібір бар ғой, бала кезден бар ғой. Ата-ананы құрметте, Құдай тағала осылай бұйырды, осыны айтып жатырмыз, айтпай жатырмыз, осы мәселе ғой. Ата-ананы ренжіту харам нәрсе. Ей балам, ертең сен де әке боласың. Ей қызым, сен де ертең ана боласың деп тәрбиеледік па? Айттық па насихатты? Намаз үйретпедік па? Күнә, сауап, обал, ұят деген нәрсені айттық па, баламызға үздіксіз айтпадық па? Сіз соған қараңыз. Егер айтқан жағдайда ертең өскен кезде үлкен айырмашылық болады. Тіпті керек болса айтып жатырмыз ғой, мынау жемқор қайдан шығып жатыр, жемқор? Жемқор сол өзіміздің арамыздан шығып жатыр. Сол отбасынан шығып жатыр, қарапайым қазақтың отбасынан шығып. Ол қайдан ол шығып жатыр ол? Сол бала кезден бастап жемқорлықтың, біреудің ала жібін аттаудың қандай арам екендігі оған үйретілген жоқ, бойына сіңілген жоқ. Түсінесіз ба? Мән берген жоқпыз бұл. Қазіргі таңда өкінішке орай әсіресе сондай бір заманда отырмыз, өкінішке орай. Тек қана азаннан кешке шейін әке-шеше не істейді? Қарын тоқтық, киімін бүтінін ойлайды да болды. Қарын тоқ болсын баламның, киім бүтін болсын болды. Басқаны ойламаймыз. Дұрыс па? Азаннан кешке шейін уақыт жоқ бізде. Бала үйде өзі, қолында телефон, үйінде телевизор, интернет, Wi-Fi істеп тұр, барлық болды. Бала білгенсіз жасап жатыр да. Баланы біз қадағалап жатырмыз ба? Баланы тәрбиесін қадағалап, ей балам, телефонда не көріп жатсың, не шұқылап жатсың, кімді оқып жатырсың, кіммен дос болып жатырсың? Сөзім тоқ етері, ардақты ағайын, құрметті жақсылар. Ата-ананы сыйламау сол бала кезден бастап оған берілмеген тәрбиесіздіктен басталады да. Тәрбиесіз ұрпақ әрине ата-ананы сыйламайды. Біздің дініміз айтып отыр, ата-ананы сыйлауға бұйырады, әмір етеді Алла Тағала. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва вассайнал инсана биуалидайхи. Біз адам баласына, әке-шешеге құрмет жасауды бұйырдық дейді. Бұл жердегі ва вассайнан мағынасы не? Ғалымдарымыз айтады, бұйыру дейді да, Құдайдың әмірі. Енді Алла Тағаланың әмірі деген сөз, әмірі Құдайдың уәжіптікті қажет етеді, яғни міндет екендігін білдіреді да. حملته أمه وهنا على وهن سبحان الله وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالدي إلي المصير. Ол анасы не дейді оны? Әлсіреген үстіне әлсіреп 9 ай 10 күн істейді, 9 күн оны құрсағында көтереді. Оны емшектен шығару да оны 2 жыл уақыт алады дейді. Ол ай болса не істеңдер? Ей құлдарым, адам баласы, маған шүкіршілік етіңдер және ата-аналарыңа шүкіршілік етіңдер дейді да. Соңында маған қайтасыңдар. Яғни қайтасында мақсат не? Есептеріңді бересіңдер. Әке-шешеңе шүкір еттің ба? Яғни әке-шешеге шүкір ету не деген сөз? Құрмет көрсету. Әке-шешені ренжітпеу, әке-шешені қуанту, әке-шешені мейіріңе бөлеу, сыйлау. Сол. Шындығында бар ғой, әке-шешеге неге көп нәрсе керек жоқ қой, дұрыс па? Осы жерде отыр ғой, не бір әкелер отырмыз. Біз енді жаспыз ғой, 40-тан енді асқан, арамызда өмірді көріп тастаған 60 жаста 70 жастағы осында әкелер немере сүйіп отқан аталарымыз отыр да. Олар өте жақсы, бізден де жақсы біледі да. Шындығында баланың бізге несі керек? Балам, айтып сұрап жатырмыз, мені тамақтандыр, киіндір мені, машина алып бер, ойбай үй алып бер, зәулім деген сонда ата-аналарды көрдіңіз ба? Барша әлеуде бар ғой, енді мен соншама сені бақтым ғой, енді маған бір үй жасамайсың ба деген айту мүмкін әрине. Айтса да оған лайықты шындығында, бірақ негізінде әке-шеше оны сұрамайды ғой, дұрыс па? Балам аман болсыншы бол. Балам аман болсыншы, ауырмасын, шырқамасын, әйтеуір балам сол бақытты болсыншы, балам оқысын, тоқсын, баламның қарны тоқ болсын, киім бүтін болсыншы бол. Балама зиян болмасын, болды. Осы ғой сұрайды. Әрі кетсе не істейсің? Баласы оны құрметтеп, әке, қалыңыз қалай деп сұрасаң, соны күтеді. Көңіл күйін сұрауды күтеді бол. Шешем, денсаулығың жақсы ма? Қалайсың? Андасында бір сыйлық беріп қойсаң, соған риза болып қалады, соған мәз болады шеше деген. Болды, көп нәрсе күтпейді. Шындығында сондықтан да осы жерде отырған жастарға, бауырларым айтарым, бұл Құдай Тағала бұйрық берген болса, жайдан жай бұйрық бермейді. Демек, бұл маңызды мәселе. Аллаху субхана ва тағала бұйрық беріп жатқан болса, демек бұның астарында үлкен мәселе жатыр. Ата-анаңа не істе? Зәулім үй алып бермей ақ қойшы. Зәулім жаңағы ойбай қымбат машина алып бермей ақ қой. Ең құрғанда көңілін сұра. Ең құрғанда жанында бол. Сырқасы ауру болса, науқастанса жағдайын сұра. Қолынан келгенше көмегіңді бер. Оны сыйла, қуант қолынан келсе. Сыйлық бере алсаң бер. Қазір көріп қалып жатырмыз ғой, жаңағы әкеге көлік алып беріп жатыр, пәтер алып беріп жатқандарды көріп жатыр. Қуанады, көзің қуанады әрине. Әрбір қазақтың үйі болсын, машинасы болсын да, соны көрген кезде қуанасың. Көзге жас аласың. Осы мені өмір бақи бақты, қақты, оқты, тоқты
бір машина алып берсем деген арманым еді, мінекей жетіп жатырмын арманыма деп машина алып беріп отқан кезде әлгі әкенің көзінен шыққан бір тамшы жас бар ғой, сол жеткілікті ғой бұл. Сол оның ризалығын білдіріп жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Әрине біреудің бақыты, біреудің жаңағы қуанышы байлықпен, машинамен өлшенбейді ғой, бірақ ол да бір дүние ғой, адам нәпсі жақсы көретін нәрсе ғой енді. Қолынан келсе алып бер, бірақ шариғатта оны бізге міндеттемейді. Ойламаңыз, ойбай мен машина алып бере алмадым, мен әкемді шешемді сыйлай алмадым. Жоқ, мәселе ода емес, мәселе дүниеде емес. Қолынан келсе алып бер, қолынан келмесе саған Құдай Тағала бұйырмайды оны. Демек, әнишкурли, және маған шүкір етіңдер, және әке шешелеріңе шүкір етіңдер. Әке шешеге шүкір ету деген не нәрсе? Әке шешені ренжітпеу, әке шеше айтқан нәрсені тыңдау, оны сыйлау, құрметтеу, қолынан келсе оны қуанту. 6 аға бірігіп әке болмас дейді. 7 жеңге бірігіп шеше болмас деген қазақтың керемет сөзі бар. Ана бола алмайды. Яғни қанша жерден ағаң, туған, бауырың 6-ау біріксе де саған әкенің орнын баса алмайды. Солай ма? 7-еуі де сенің туған әпкең, сестраң, сенің жеңгең 7-еуі 10-ы жиналсын, сенің бір шешеңнің, анаңның орнын баса ала ма? Баса алмайды. Сондықтан да ата-анаң бар ма? Қадірін біл бар кезде. Құрметтеп қал, сыйлап қал. Ертең ол анаң, шешең, әкең бұл дүниеден өтіп кеткеннен кейін бар ғой, қатты өкінесің. Өкінесің. Пенде болғасын өкінесің ғой, ой, өкінуге болмайды ғой дейміз, бірақ не істейсің? Ей, шешемді, жағдайым болып тұрған кезде бір құшақтамадым-ау, бір сыйлық алып бермедім-ау, бір мүмкіндік болып тұр, умраға апара алмадым-ау, сондай қатты өкінесің сен. Бірақ қазір түсінбейсің. Қазір түсінбей тұрсың, бар өйткені қасыңда жүр да, мәңгі бақи өмір сүретін сияқты шын. Мәңгі емес қой, ол бұрын кетеді ғой, дұрыс па? Мәңгі емес, шешең де кетеді, әкең де кетеді. Мысалға біздің сол әке-шешеміз кетті болды. Сондықтан да жақсылық жасауға мүмкіндігің болса, қазір жасап қал, қазір жасап қал. Пайғамбарымыздың мүбәрак, мәшһүр хадисі бар. Білесіздер барлықтарыңыз. Ридаллахи фи ридал валидайн. Алла Тағаланың ризалығы ата-ананың ризалығына жатыр. Ва сахатуллахи фи сахатил валидайн. Ал Алланың ашуы ата-ананың ашуында деп. Алла Тағалам баланы әкеден баланы айырмасын. Бұл өмірдегі ең біздің әкелердің, шешелердің ең әлсіз жері осы бала ғой, дұрыс па? Балаң жыласа, балаң ауырса біттің. Ең әлсіз жеріміз осы жер. Ана киноларда да байқайсыз бар, жаңағы шантаж жасап жатады ғой, сонда кіммен жасайды шантажды? Балаңмен жасайды да сен. Дұрыс па? Балаң қандай крутой болсаң да, Рэмбо болсаң да, Жан-Клод Ван Дам болсаң да, сен балаңды қамап қояды, бітті. Бәріне сен не істейсің, дайын боласың. Өлтір десең өлім соған дайын боласың. Неге? Сен міне әкені құрметтеу деген осыдан ақ түсінуге болады да, әке, шеше бала үшін жанын беруге дайын да бұл. Енді ей перзент, ұл, қыз, сен әкең үшін неге тұрып бере алмайсың? Ең құрғанда жаныңды бермесең де, ең құрғанда құрметін көрсетсейші болды. Қарттар үйінде жатқан қаншама ата-аналарды білесіздер, иә? Біздің Ақтөбеде де бар қарттар үйі. Барып көрдіңіздер ма? Барып көріңіздер. Бармағандарыңызға барып көріңіздер, жағдайларын сұраңыздар. Сонда барсаң не бір әкені, шешені көресің. Субханалла. Енді ана жерде мүмкін емес, отырып, соңына шейін тыңдау мүмкін емес, шыдау мүмкін емес. Қарапайым қазақтың кәдімгі атасы, апасы отыр ана жерде. Пенсиясына шейін не істейді сол баласын немере алып кетеді деген, пенсиясын алып кетеді әлімге шейін. Не деген ұятсыз адам деймін ба? Не деген адам, арсыз адам. Сенің шешеңді, әкеңді қарт үйіне апарып тастап тұрсың, және қосымша тағы пенсиясын алып тұрасың да сен. Не деген ұятсыздық деймін да, қараңызшы. Мен айтамын ғой, анаға мен қасына тұрып ана апама ренжіп тұрмын да, апа деймін да, өзіңізге де үшін обал жоқ екен деймін ғой. Не болып қалды балам дейді да. Енді сондай балаға қалай сенің пенсияны бересің деймін да, енді неге бересің пенсияны? Енді не істеймін енді, ана немерем бар, балам бар дейді да жаңа. Қараңызшы, ананың жүрегін қараңызшы, қандай ана, иә? Себеп не? Себеп сол келінмен сыймайды екеу. Мен тұрсам екеу ажырасып кете жазады, қайта амал жоқ. Сосын өзімді айттым, балам мені апарып тасташы, үкімет бағады ғой деп айттым дейді да жаңа. Соны ана балам келді да, ешқандай ойланбастан, ана ренжімеңіз, келіп тұрамыз ғой деп жаңағы әкеп тастады дейді да бұл. Өмір бақи 60 жыл бойы уайымдап балам деп оқыттың, тоқыттың, ішкіздің, жегіздің, енді келесінде сол баланың рахатын көре алмасаң, сол немереңді иіскеп сүйе алмасаң, не, қандай перзент ол? Не бақыт ол? Не қызық ол өмірде, дұрыс па? Ертең бұның мысалын өздеріңізді білесіздер. Сол перзент бар ғой, оңбай. Сол шешені зарлаттың, сол шешені түнімен күнімен жылаттың, уайымдаттың. Сен сол балаңнан енді жақсылық күтіп көршен.
Сен өзің шешеңді құрметтемеген, әкесін құрметтемеген бала өзінің баласынан, өзінің болашақ өсіп жатқан қызы мен баласынан құрмет күте ала ма? Күте алмайды. Себебі сен оны істеген жоқсың да болды. Демек, Алла тағаланың ашуы дейді. Қараңыз, пайғамбар сахих хадисінде ридаллахи фи ридал валидейн ва сахатуллахи фи сахатил валидейн. Алланың разылығы ата-ананың разылығында. Яғни ата-ана разы қылсаң, Алла саған разы болады. Ва сахатуллахи фи сахатил валидейн. Алланың ашуы, Алланың наразылығы ата-ананың ашуында. Ата-ана ренжісе, ата-ана ренжісең, Алла тағаланы ашуландырған боласың. Алланы ренжіткен боласың. Құдай сақтасын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай ағасын байланыстырып қойған, тығыз байланыстырып қойған. Сен оның екеуінің ара-жігін ести алмайсың, ажырата алмайсың. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бір кісі келіп, ей Алланың елшісі, мен Алладан басқа Құдайға ешкімге сыйынбаймын, тек қана Алладан басқа Алла тән жоқ екендігін мойындаймын. Сіздің Алланың елшісі екендігін мойындаймын, 5 уақыт намаз оқимын, ораза ұстаймын, барлығын жасаймын, Алланың елшісі дейді ғой пайғамбарымыз. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, кім дейді да, осы амалды жасап, осы күйінде өлетін болса, жәннаттық болады. Жай жәннаттық болмайды, пайғамбарлармен, шыншылдармен және шәһидтермен бірге болады. Бірақ дейді, ата-анасына бойұсынып құрмет еткен болса, дейді пайғамбарымыз. Көрдіңіз ба? Шартты көріп тұрсыз ба? Иә, жақсы, намазың өзің үшін, оразаң өзің үшін, қажылығың, зекетің өзің үшін жақсы. Я, егер осыны үзбей істесең, қалдырмай. Осы күйде өлетін болсаң, жәннатқа кіресің. Шейіттермен бірге боласың, пайғамбарлармен, салих құлдармен бірге боласың, бірақ әке шешеңе құрмет көрсетсең деген шарт қойып жатыр да бұл. Демек, бұл не деген сөз? Бұл сөзден қарапайым мағына шығып тұр өзі. Ата-анаңды құрметтемесең, қанша құлшылығың болса да қауіп бар деген сөз да бұл. Сен жәннатқа кіре алмауы да қалуы мүмкін, сен сондай қауіп бар да. Егер ата-анаңды құрметтемесең. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осыны айтып отыр осы жерде. Аллах субхану ва тағала Құран-ы Кәримде бар ғой, қайта ондаған аяттарда осыны ескертіп отыр. Себебі бұның соншалықты маңызды екендігін біздерге аңғартып отырды Алла тағала. Әке шешені сыйламау бұл жай әшейін күнә емес, үлкен күнәлардың қатарына жатқызған пайғамбар. Үлкен күнәлардың қатарына жатқызған. Үлкен күнә не деген сөз? Үлкен күнә жасасаң, тәубе жасауың керек болады. Түсініп тұрсыз ба? Жай әшейін намазбен басқамен жойылмайды ол. Оған арнайылап, шешеңді ренжіткен болсаң, жылатқан болсаң, арнайылап не істеуің керек, өкінуің керек. Неге мен жылаттым шешемді мен деп? Және оны екіншіге қайталамауың керек. Үшіншіні істеуің керек. Бірінші, тәрк еттің, соны жасамадың. Одан кейін жаңағы өкіндің. Және не істеуің керек? Құдай тағаладан соны кешірім сұрап тәубе жасауың керек. Яғни ол күнәні тек қана тәубе шаят, тәубе тазартады бұл. Және оны істемеуің керек, қайтадан жасамауың керек. Қайтадан жасайтын болсаң, не істейді, сен тәубең қабыл болмайды. Яғни бір ай құрметтедің шешеңді, екінші ай қайтадан, ей, сізде бір осы шаршаттыңыз ау осы деп бір сөз айтып қалдың да бітті. Қайтадан сенің тәубең қабыл болған жоқ деген сөз. Сен тәубе жасаған болсаң, өмір бақи сол шешеңді істеп кетуің керек, құрметтеп кетуің керек. Тіпті керек болса, не дейді қазақ? Ата-анаң жынды болса, байлап бақ дейді ғой, субханалла. Байлап бақ керек болса, жынды болса, байлап бақ. Қазіргі перзент не істеп жатыр? Шешесі мен әкесі жаңа не емес, жынды емес ешқандай да. Бірақ кейбір жаңағы болар болмас мінез құлқын көтере алмайды да. Сөйлеп қалады, үлкен кісі өзі бала сияқты болып қалады ғой өзі. Келініне сөйлеп қалуы мүмкін, баласын сөйлеп қалуы мүмкін, солай ма? Соны көтере алмай жатыр ғой. Ол жынды болып, оны байлап бағу былай тұрсын, шешенің, әкенің, ей балам деп, оның өзіне сол бала шағасының қамы үшін ғой, сол жақсылық үшін айтып жатыр ол деген. Ей балам, былай емес, былай істесейші деген сөзді көтере алмайды қазіргі балалар. Солай ма? Телефон шұқылап отырса, сағаттап, ей балам, давай, телефонды қой. Дейміз ғой балаға мысалға, так? Компьютер жап, болды. Бір сағат ойнадың, бітті, енді кітабыңды оқы, Құранды оқы, намазыңды оқы деген кезде бала не істейді, жақтырмай ма, жақтырмайды. Неге? Себебі анау деген өлтіріп барады ғой, ойын деген қызық. Ішінен шыған бір керегін шыға алмай қалады да, бірақ не істеу керек? Әрине, нәпсін тыңдамау керек, қамшылау керек бол. Соған үйрету керек баланы, соған үйрету керек. Солай үйренсе, ол несі өз-өзін басқарып үйренеді да. Бірақ өкінішке орай, қазіргі таңда естіп жатырсыздар ғой, интернетте толып тұр ғой. Сол ойынды менен тыйды, телефонды алып қойды, үйде компьютерді әкем ойнатпай қойды деген себеппен, сылтаумен, білесіз ба? Үйінен кетіп қалған балаларды естіп жатырсыз қазір.
үйінен кетіп қалған ғой. Неге десең, әкем менің мойнын ойнатпайды дейді. Үйіндегі дүниесін, телевизорын, компьютерін бәрін қирап тастаған балдарды біз естіп отырмыз қазір. Не үшін? Менің әкем осылай ойнатпады дейді. Соншалықты қазіргі кейбір ұрпақ, әрине көпшілікке тағы да топырақ шашпаймыз, өкінішке орай кейбір балдарымыз осы интернеттің, тиктоктың, инстаграмның құлы болып кетті. Осы тикток демекші, ардақты ағайын, ата-ананы сыйламайтындар осыдан шығып жатыр ғой, имансыздықтан шығып жатыр. Құдайдан қорқпайтындар осы тиктокта отыр қазір. Құдай сақтасын, жақында бір жігіттермен отырып әңгімелесіп қалдық, сонда айтып жатыр, бір нәрсені көріп қалыпты, мен өзім көрген жоқпын. Мына не дейді, стрим дей ма, тікелей эфирге шығады екен ғой. Сөйтеді дегенде кілең отырады екен жастар, қыздар, балалар, бөтен бәрі бөтен. Бірақ сояқтан танысқан. Сөйтеді дегенде бір ойын ойнайды екен, кім жеңсе, кім жеңілсе не істейді екен, жеңген адамның айтқан істейді екен. Не айтса соны істеу керек болды. Шешін десе шешіне деген да қараңыз. Сол тікелей эфирде соны жасап жатқан көріп қалған ғой, анау. Қарап жатқан кез көз түсіп кеткен да. Соны айтып жатыр да, қараңыз. Балаларыңызға еге болыңыздар. Сіз басқарып күнде шұқылап отырмасаңыз, ей қызым, не көріп отырсың сен? Ей балам, ол тек қана ұрумен шектелмейді. Оған жайын түсіндіру керек қайта-қайта. Ей балам, мынау болмайды. Дінімізде мынау күнә болады, мынау зина болады. Ей балам, айтқан істе. Одан ерікпеу керек, жалықпау керек. Кейбір ата-аналар ойлайды екен, ей менің уағызымды, менің насихатымды тыңдамайды балам, қайтейін мен, заман сондай ғой дейді екен да. Олай ойламаңыз. Мына сөздің бір құдіреті бар. Бисмилла деңіз да айта беріңіз жайын. Бірақ жалықтырып алмаңыз, шошытып алмаңыз, қорқытып алмаңыз. Кейбір ата-аналар керісінше істеп кетеді. Төмпештеп отырғызып қойып уағыз айта береді жаңағы. Ол да дұрыс емес. Қайта деп төмпештей берсең бітті ғой, ол деген ол мүлдем былай да шыға алмай қалады ғой. Не істеу керек? Мына заманның ағымын қарап отырып, ақылмен, сол әлгі Құран аятымен, пайғамбардың өмірімен, және мына басты ақылды жұмыс істету керек. Оның мінез құлқын сіз жақсы білесіз ғой, әке-шеше ретінде. Соның мінез құлқына қарай тәрбиелеп отыру керек та бұл. Төмпештеп отырып оны ұрып соғсаң да болмайды. Төмпештеп отырып оны уағыз айтып езе берсең де болмайды. Не істеу керек? Орта жол ұстану керек. Ең қайырлы жол орта жолда болды. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Мына мәселе екеуі қатар келуі, ғалымдарымыз айтады, бұл да ата-ананы сыйлаудың қаншалықты маңызды екенін білдіреді. Раббың өзіңе ғана құлшылық етулеріңді және ата-анаға жақсылық жасауларыңды не істеді? Әмір етті. Қараңызшы, әлгі хадисте де осы келді, оның алдындағы аятта да осы келді, қараңыз. Алла тағалаға не істе? Ешқандай ортақ қоспа құлшылық қылыңдар, және ата-аналарыңа не істеңдер? Жақсылық жасаңдар. Ал Алла тағалаға ортақ қоспай, серік қоспай құлшылық қылудың қаншалықты дініміздегі маңызды екенін білесіздер. Таухид деген мәселе, жалғыз Аллаға құлшылық қылу ең маңызды мәселенің үстінде тұрған нәрсе ғой. Енді соның қасынан не істеп қойып тұр Алла тағала? Илля ияху ва бил валидайни ихсана. Және әке-шешелердің жақсылық жасау деген мәселені не істеп отыр? Қосып отыр да. Көріп тұрсыз ба? Демек, бұл соншалықты қатты маңызды, бұған қатты көңіл бөлу керек деген сөз ғой, ардақты ағайын. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Әлгі мына жынды болса байлап бақ деген мәселені қарасаңызшы, осында аяттардан алған деп ойлаймын біздің бабаларымыз. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Аяттың жалғасында, ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарында кәрілікке жететін болса, қартаятын болса, әлсіз халге түсетін болса, не істеңдер? Туф деп те кейіс білдіріңдер. Уәлә тақул ләхума уффин. Уф деп те не істемеңдер, ол әке-шешелеріңе айтпаңдар. Ата-анаға қарттар үйіне апарып тастау былай тұрсын, жекіп оған боқтап поралау былай тұрсын, қол көтеру былай тұрсын. Түх деген сөзді не істемеңдер, ата-аналарыңа айтпаңдар деп тұр ғой Алла тағала. Егер Құдайдан қорқатын болсаң, бауырым, қарындасым, Құдайдан қорқатын болсаңыз, міне Алланың әмірі осы жерде тұр. Сондай-ақ ол екеуін зекіме, әрі сыпайы сөз сөйле, кәрим, жұмсақ сөз сөйле. Зекіме ол әке-шешелер, ұрыспаңдар әке-шешелеріне. Есте өте жұмсақ, сондай кішіпейіл бол. Және ол екеуінен есте құшақ жайда, Аллахум рабби рахамхума кама раббаяни сағира. Я Алла тағала, мені бала кезімде мейірімне бөліп қалай өсіріп тәрбиелеген болса, я Алла тағала, әке-шешемді де өзің мейірімге бөлей көр деп не істеңдер оларға? Дұға жасаңдар дейді, қараңыз. Дұғаны да не істеп қойды? Алла субханала тағала айтып кетті. Бауырым,
тірі кезде сол дұғаны жаса, марқұм болған әке шешең болса не істе, осы дұғаны жасауға бізге дініміз осыны бұйырады. Қарасаңызшы, осының өзі бар ғой, әке шешені сыйлаудың қаншалықты маңызды екенін байқауымызға болады. Әке шешеге тірі кезінде құрмет көрсетесің, әке шешең бұл күн өтіп кетсе де, Алла тағала дұға үйретіп қойған ба біздерге ше. Аллахум рабби рхамхума кама раббаяни сағир. Я Алла тағала, бала кезінде, нәресте кезінде мені мейіріміне бөледі ғой, ішкізді ғой, жегізді ғой, киіндірді ғой, менің нәжісімді желкенбей жуды ғой, сол оқытты, тоқытты, диплом алып берді, үйлендірді, отбасылы қылды. Я Алла тағала, сен де ол екеуін не істеш, өз мейірімге бөлей көрші деп не істе, дұға жасаңдар деп Алла тағала біздерді істеп қойған, үйретіп қойған да. Сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыздан ең көп хадис риуаят еткен, жеткізген сахабаның бірі білесіздер. Сол кісі бір күні жолдың бойына келе жатқан Абу Ғассан дейтін сахабаны көріп қалады. Кездесіп қалады да былай, ассаламу алейкум ассалам. Артынан бір кісіні көріп қалады, ер кісі келе жатқан. Сөйтті, артынан келе жатқан кісі кім дейді да? Менің әкем дейді. Сонда сахаба Абу Хурайра айтқан екен, сен өкінішке орай қате қылдың. Сен пайғамбарымның сүннетін ұмыттың ба дейді да. Сөйтеді не дейді, бұл ісің жөн емес дейді. Пайғамбарымның сүннетін ескермепсің сен дейді. Жүрген кезінде есте әкеңнің алдына еш уақытта шығушы болма дейді. Әкеңнің алдына шығып жүрме деп тұр ғой, көріп тұрсыз ба? Әкеңнің не артында жүр, не істе оң жағында жүр дейді да. Астың дәмдісін әуелі әкеңе ұсын, соның алдына қой бірінші. Тамақты алдымен әкең қол сосын тамаққа. Сен бірінші әкеңнен бұрын істеме, қол сұқпа. Біздің қазақтың дәстүрін не істейді? Әкең күтеміз ғой бірінші, дұрыс па? Әке бастасын, үлкен бастасын. Тіпті баста не істейміз? Әке ұстасын, бала ұстамайды бізде. Солай ма? Міне, осының бәрі осы хадистен алып отыр, сахабалардан алып отыр да осының барлығы. Не істе, қабағыңмен болса да оның көңіліне селкеу түсірме. Қабағыңмен болса да не істеме, білдірме өкпеңді. Ренжітпе оны. Ол тізе бүкпей тұрып сен не істеме, отырма. Әкең отырмай тұрып сен отырма, өзің жайғасып отырып алма. Әкең бірінші отырсын, сосын барып отыр. Әкең ұйықтамай жатып сен не істеме, жастыққа басыңды қойма. Субханалла. Қазір кеш жүріп кетті, дұрыс па? Біз не істейміз? Балаларымызды ұйықтатамай түнімен сағат 1-2-де ұрысып жүреміз да. Не істе? Әкең бірінші ұйықтасын, соны жайғастыр, төсегін жайға деп тұр ғой енді. Сосын барып артынша не істе? Сені бір ұйықта деп тұр ғой. Әкеңді қамқорыңа ал деген сөз ғой, бұл түсініп тұрсыз ба? Бұл кімнің сөзі? Абу Хурайра радиаллаху анху сахабаның сөзі. Абдулла ибн Аббас, Алла ол кісіге разы болсын, ол кісілерге разы болсын. Мынандай бір керемет бір тәпсір жасаған, бір тұжырым жасаған да. Қасиетті Құрандағы 3 аят дейді да, 3 түрлі себепке байланысты түсті дейді. Олар дейді, бірінсіз бірі болмайды дейді да. 3 түрлі аят бар. Біріншісі, "Ва ақимус салата ва атуз зака". Не істеңдер? Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деген аят. Кім дейді, намазын өтеп дейді, бірақ жағдайы бола тұра, әрине жағдайың бола тұра. Зекетін бермейтін болса, оның құлшылығы кәміл болмайды деген екен. Кім айтып жатыр бұны? Абдулла ибн Аббас дейтін сахаба айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи батасын алған сахаба ғой. Демек, сен жағдайың болып тұр, намаз оқисың, бірақ зекет бермесең, сенің құлшылығың кәміл болмайды дейді да. Екіншісі, Аллаға бойұсыңдар және елшісіне бойұсыңдар. Атиуллах ва атиур расул деген аят қой. Аллаға және оның несіне елшісіне бойұсыңдар деген аят. Кім Алла тағалаға бойұсынып, пайғамбарға бойұсынбайтын болса, оның иманы кәміл болмайды. Түсініп тұрсыз ба? Екеуі не істейді? Әмінді түрде қатар жүреді. Өкінішке орай біздің елде де қазір осы келіп жатыр. Құраншылар деген адамдар шықты да қазір, Құдай сақтасын. Құраншылар. Қандай аты да қарашы, атын қандай қойған бізде Құраншылар. Олар кімдер? Пайғамбардың хадисін жоққа шығаратындар да қараңыз. Пайғамбардың хадисін не істемейді, мойындамайды. Тек қана Құранды қабылдаймыз болды дейді. Субханалла. Өкінішке орай Алла оларға хидаят берсін. Осындай да ағым біздің елде пайда болып жатыр да, өкінішке орай. Үшіншісі, маған және ата-анаңа шүкір ет. Анишкурли вали валидейк, айттым ғой. Анишкурли вали валидейк. Маған шүкір етіңдер және ата-аналарға шүкір етіңдер деді ғой. Көрдіңіз ба? Екі мәселе бар. Бұл етті кім Алла тағала шүкір етіп, бірақ әке шешесін құрметтемейтін болса, оның да иманы кәміл болмайды дейді да. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху, Алла ол кісіге разы болсын. Демек, ардақты ағайын, ата-анамызды құрметтейік. Ата-анамыз қандай ашушаң болса да, қандай мінезі нашар болса да, өзі адамның өзі барлығы пендеміз ғой. Әр қайсымыздың бір кемшілігіміз бар. Бәріміздің бір-бірін жақпайтын бір мінезіміз бар. Бірақ түбінде Құдай тағала адам деген атауды құрметтеп қойған. Адам деген атымыз бар да.
Құдай тағала бізді адам қылу үшін дінді жіберген. Адам болсын деп Құранды жіберді, адам болсын деп пайғамбарды жіберді. Мінекей осы аятпен хадиспен амал жасасаңыз бол, мәселе шешіледі. Бола ма істеуге? Болады. Әлхамдулилля, біз сол аятпен хадисті естіп отырмыз мына жұмада қазір. Енді жауапкершілік жүктелді, түсіндіңіз, қабылдадыңыз. Енді бұдан кейін жасасаңыз, онда оның күнәсі 2 есе болуы да мүмкін. Неге сіз өйткені біліп тұрып жасап жатырсыз ба? Әрине, бұны енді әке шешені сыйламауды мен білмеймін деп бұны бәлкім ешкім айта алмас. Тіпті керек болса, Аллаху субханала тағала біздерге бұйырды, егер екеуі білмеген нәрсеңді маған ортақ қосуға итермелесе дейді басқа аятта, ондай жағдай сендер оларға бағынба дейді. Қай кезде ата-анаға біз бағынбауымызға болады? Егер күнә іске бұйырып жатса, арам нәрсеге бұйырып жатса, түсіндірсіз ба? Ла таата ли махлуқин фи маъсиятил халиқ деген тәпсірші ғалымдардың сөзі. Яғни күнә істерде ата-анаға бағынбайды. Бұл мәселені біз ашық айтамыз. Әке шешең сені арақ ішіп жатса, басқа деп жатса, сені қошықтан тыйып жатса, оның өзінде де бірақ төбелеспей, қырылмай, жағадан ұстамай, сен істеуің керек. Әке шешеңе дұға жасап, Алла хидайет бер, Алла түсінік бер деп дұға жасаумен ғана шектелесің, болды. Бағынбау керек екен деп енді барып, әке шешең жағаны ұстайтын болсаң, онда сенің намазың да басқанда кетті, жаңа аятта айттық, дұрыс па? Сондықтан да не істеу керек? Бұл мәселе өте сақ болу керек. Олармен дүниеде дұрыс қарым-қатынаста болыңдар дейді Алла тағала. Маған құштар, менің разылығымды қалайтын адамдардың жолына түс. Соңында бәрінде маған естисіңдер, қайтасыңдар. Сонда дүниеде не істегендердің бәрін естеймін, ертең баян етем дейді Алла тағала. Лұқман сүресінің 15 аятында. Лұқман хәкімнің баласы айтқан насихаты осы аятта айтылады да. Демек ардақты ағайын, уа илайел масир, маған қайтасыңдар деп тұр Алла тағала. Ертең әр нәрсенің есебін береміз. Оның ішінде қазақ айтады ғой, судың да сұрауы бар деп. Судың да сұрауы болатын болса, осыншама Құдайдың бұйрығы, ата-анаға жақсылық жасаңдар деген бұйрығын егер тәрк ететін болсаң, шешеңді жылататын болсаң, әкеңді ренжітетін болсаң, оның күнәсін өзіңіз ойлай беріңіз. Құдай өзі сақтасын, Құдай өзі қорғасын бізді. Соңғы айтарымыз, жаңа айттық, біздің әке шешемізге ең үлкен жасайлатын жақсылығымыз оларға жасайтын дұғамыз, ардақты ағайын. Оларға жасайтын неміз дұғамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Инна абаррал бирри ай ясилар раджулу вудда абихи" дейді. Бұл да өте маңызды мәселе. Құрмет көрсетудің ең жақсысы дейді, адамның әкесінің жақсы көрген адамдармен араласуы дейді. Я, сенің әкең өлсе де әкеңнің несі, араласқан досы өлмесін дейді ғой. Әкең өлмесе, оның бауыры, туысы, досы, араласқан кластасы, басқасы, соны сыйла, соларды құрметте деп тұр ғой. Бұл да нестен біздің шариғатымызда алынып отыр да. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады дұға мәселесінде: "Иза матал инсану инқата'a анху амалу". Адам баласы қайтқан кезде бүкіл амал дәптері жабылады дейді. Кесіледі, яғни болды. "Илля мин садақатин жария ау илмин юнтафау бихи ау валадин салихин яд'у лаху" дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи. Яғни адам қайтты, дәм тұзымыз таусылды, бәріміз бір күн кетеміз ғой, сол кезде біздің амал дәптерімізге не жаманшылық жазылады екен, не жақсылықтар жазылмайды, ешнәрсе жазылмайды, тоқтатылады бірақ мына 3 амалдан басқасы дейді. Жария садақа, сауабы үзілмейтін садақаның сауабы үзілмей ақыретке шейін жазылып тұрады деп тұр Пайғамбарымыз. Салған көпірің, жолың, білмеймін, құдығың қазған, медресе, мешіт соқтың, аурухана соқтың, әйтеуір халықтың игілігіне не нәрсе жасайтын болсаң, осыны жасайтын болсаң, оның сауабы не сен үзілмей ақыретке шейін барып тұрады да. Мінекей, осы кезде біз айтуымызға болады, осы бір халықтың жаңағы ауыздан жырып жасалып жатқан қаншама қазынамыздан ұрламай, соны жымқырмай, сол берген тапсырманың орындап, зарлатпай халықты осы бір жолды жасаса, кім жасайтын болса осы жолды, субханалла, сол басшыларға айтып жатқанымыз ғой. Қарасаңшы, ойласаңызшы, сіз бұл дүниеде өтіп кетсең де сенің артынан сауап келіп тұрады ғой. Сол жолмен қаншама ғасыр адамдар жүретін болса, пайдаланатын болса, сол көпірмен, сол жолмен, соның сауабы сіздің артыңыздан келіп тұрады, түсініп тұрсыз ба? Соған сіз себепкер болсаңыз да сол сауап келіп тұрады сізге. Себебі әс-сәбәбу кәл-фа'ил дейтін қағида бар шариғатымызда. Себеп болу дейді, соны істегенмен тең дейді. Бір нәрсеге себеп болу, соны істегенмен тең. Яғни сен соған себепкер болдың. Сенің қалдарыңнан шығып жатқан жоқ ақша, бірақ үкімет бөлді. Сен бірақ оны қадағаладың. Жемей жеткізіп, соны жаның ашып, соны сапалап жасаттың ғой, себепкер болдың ба? Себепкер болдың. Бүкіл сауап саған да барады деген сөз ғой, түсініп тұрсыз ба? Сондықтан да бұл жай қарайтын мәселе емес. Демек, біріншісі сол, екіншісі пайда беретін ілім.
шәкіртің болуы мүмкін, тәрбиелеп кеткен, жазып кеткен кітабың болуы мүмкін, сол сенің артына үзілмей барып тұрады дейді да. Үшіншісі, валадун салихун яд'у лаху, артыңнан дұға жасайтын ізгі ұрпақ деген екен да. Пайғамбар қараңызшы, субханалла. Бұл не деген сөз? Адам қайтқаннан кейін артынан сен, шешең қайтса да, әкең қайтса да артынан дұға жасасаң бар ғой, сенің дұғаң артынан барады деген сөз ғой. Аллахум раббирхамхума кама раббаяни сағири деген дұғаны айтып жатырмыз ғой. Сағира. Осы дұғаны ұмытпаңыздар, жаттап алыңыздар. Біздің әке шешеміз қазір бар, қасымызда жүруі мүмкін, бірақ олар мәңгі жүре алмайды. Мәңгі сені балам, балам деп басынан сипалап жүре алмайды. Бір күні болмаса бір күні кетеді. Сондықтан бар кезде қадірін білейік. Бар кезде көз жасын төгіп ренжітпейік, қуантайық, оларды керісінше бауырымызға басайық. Қолыңнан келсе сыйлап бер, қолыңнан келмесе міндетті түрде ақша бұл жерде мәселе емес. Міндетті түрде умраға апару, міндетті түрде машина алып беру саған шарт емес. Ең құрығанда сол әке шешеңнің жиі телефон соғып, жиі бар бауырын басып, бетіне сүйіп, әке шеше Алла разы болсын дұға жасаңызшы бол. Соның өзі бар ғой, әке мен шешеге отырмыз ғой, әкелер осы жерде. Сол бізге жетеді. Алла баршамызға разы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Аллаху акбар.